Бәріңе сәлем. Аяғыңыз қақсап, мазаңыз қашса, онда бұл видео сізге арналған. Дәл осы әдісті күніне 15 минут жасау арқылы аяқтың қақсағанынан құтылыңыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Адам ағзасы мен денсаулығына пайдалы видеолардың көптеп шығуына себепкер болыңыз. Олай болса, біз бастаймыз. Бізге керегі 2 ас қасық кірсабын ұнтағы. Оны кірсабында алып, бүккіштен өткізіп аламыз. 1 ас қасық ас содасы, 10 тамшы йод және 1 ас қасық тұз керек. Теңіз тұзы болса, тіптен керемет. 2 литр ыстық суға алдымен кірсабын үгіндісін салып араластырамыз. Кірсабын көпіріп, еруі қажет. Оның үстіне 1 ас қасық ас содасын қосамыз. Кейін 1 ас қасық тұз қосып араластырамыз. 10 тамшы йод қосамыз. Бәрін толықтай ерігенше араластырып, су жылығанша күтеміз. Болмаса кішкене суық су қосып, аяғымызды 15 минутқа саламыз. 15 минуттан кейін аяғыңызды жақсылап кептіріп, шұлық киіп жатуыңыз керек. Бұл әдісті ұйқыға жатар алдын 15-20 минут және аптасына 3 рет жасасаңыз тиімдірек болады. Аяғыңыз қақсап ауырып жүрсе, осы әдісті пайдаланып көріңіз. Сізге пайдасы тиеді деген үміттеміз. Достар, комментарийге өз ойларыңызды жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.